Ассалаумалейкум. Дәру Мифтах Саада деген бір кітапта бір керемет қызық дүние жазылады. Бүкіл әлемнің ғалымдары, ойшылдары, мықты философтар бір тұжырым қалдырады дейді бір ауыздан. Қандай бақыт болсын, басқа бақытпенен, қуаныш, басқа бір қуанышпен, жеңілдікпен жетпейді. Бәлки сол қуаныш, бақыт, рахат, соның барлығы артында шаршау бар, қиыншылық бар, қайғы бар, дерт бар. Ендеше, құрметті бауырлар, сіздің басыңызда сондай ауыртпашылық, қиыншылық болса біліңіз, оның артында міндетті түрде сізді күтіп тұрған бақыт пен қуаныш бар, егер соны қолдан алсаңыз. Тағы бір айта кететіні, кейде адамдар ойлайды, менің басыма ауыртпашылық, қиыншылық түсті деп. Мүмкін соның жақсылығы шығар, өйткені ең әлемдегі әдемі өлең, жыр, дастандар, туындылар, шығармалар қиыншылықпен, қайғы кезінде жазылды. Ауыртпашылық кезінде небір керемет суреттер салынды, небір мықты кітаптар жазылды. Ендеше, мүмкін сол басыңызға түскен нәрсе сізге жақсылық үшін келген шығар.